17 жасымнан бастап кәсіпке қарай кіре бастадым да. Бір жобаны бастаймын, болмай қалады, жабамын, ақшам күйеді. Тағы бір жұмысқа кіріп кішкене ақша жинап аламын да, екінші жобаны бастаймын, ақшам күйеді. Ананы істеп көремін, күйеді. Сосын қай жерден қателесіп жатырмын деп барамын да, бір жерге барып курс оқып келемін, қайтып істеймін. Сол кезде айналамдағы адамдар айтатын да: не істеп жүрсің сен? Елдің балалары жұмыс істеп жүр, елдің балалары ақша тауып жүр, сен уақытың кетіп жатыр. Ананы бір бастап көрін, кішкене бір нәрсені бастап кірсейші жұмысқа, бір ақша тауып бастасайшы деген сияқты. Кейбір кезде өзімді біртүрлі сезінетінмін да. Бірақ қазіргі Еркебұлан ретінде мен қарасам, қайта мен өте дұрыс істеген екенмін. Өйткені қоғамның 90% бәрі бір бағытта кетіп бара жатыр. Олардың ойлау жүйесі де бірдей, олардың көзқарастары да өмірге деген. Сен қоғамға бейтаныс бір әрекет істеп бастаған кезде елдің бәрі сені байқай бастайды, сынға ала бастайды. Көп қателескен адам ғана өседі. Ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Қоғамда қателесу деген бір ұят нәрсе сияқты. Ойбай, ел не дейді? Қазір қателесіп қойсам сөзге қаламын. Сен қателеспейінше өспейсің. Қателік ол сен шекеңе тиеді, сен сезінесің, ауыртпашылығын сезінесің, оның орнын толтырасың, ой түйесің, шешімін іздейсің. Солай сен өсесің. Ол үшін қателесуден қорықпай, қателік бізді